Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін байлыққа жету туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл өмірде бай болғысы келмейтін адамдар жоқ шығар. Қаражаты жоқ адамдар оны табуға тырысады. Ал ақшасы барлар байлығынан айырылып қалам ба деп алаңдайды. Қалай десек те, баюға деген ұмтылыстың еш уақытта жаңсақ немесе жалған болуы мүмкін емес. Өйткені ол адами болмыстың табиғи бөлшегі. Байлыққа жетем десеңіз, сол туралы көп ойлау керек. Біздің өмірімізді реттеп тұратын ақиқаттар мен ережелерден тұрады. Біз сол ережелерді нақты білуіміз керек. Ең бірінші ол материяның болуы. Бізді қоршаған ғаламдардың барлығы белгілі бір заттардан, кеңістіктен тұрады. Сонда сіз өзіңізге керек нәрсенің ойша түрде ойлап, нақтылап айтуыңыз керек. Ең бірінші ереже. Екінші ереже мынадай. Егер сіз үй туралы ойлайтын болсаңыз, оның образы материяда сақталып қалады. Сөйтеді де ғалам оны орындай бастайды. Мәселен, құрылыс жобасы түрінде көрініс береді. Сіз үй тұрғызуға қажетті шикізаттарды, материалдар іздеуге кірісуіңіз мүмкін. Есіңізде болсын. Ойша елестеткен ісіңіз бірден жүзеге аса қалмайды. Оны ұмытпаңыз. Айталық, емен ағашын ойласаңыз, ол қолма-қол өсіп шығып қоймайды ғой. Алдымен оның көшетін отырғызасыз, оған су құясыз, күтіп баптайсыз. Ақыры сол үлкен ағашқа болғанша ондаған жылдар өтеді. Бұл да тура сол сияқты. Адам дегеніміз ой орталығы. Сіз әлде бір істі немесе нәрсені ойлаған кезде соның біртұтас пішіні мен құрылымын көз алдыңызға елестетесіз. Сол арқылы бастапқы материяға із қалдырып, оны іске қосасыз. Қазір сіз көріп жүрген айналаңыздағы дүниенің барлығы бір кезде ойлардың көрінісі. Дәл сол сияқты сіздің әрбір іс-әрекетіңіз бен қолмен жасаған жұмыстарыңыз алдымен ой арқылы сады. Демек, материалдық байлыққа ие болу үшін әуелі сол туралы главный ойлануыңыз керек. Байлыққа жету туралы ойды қозғаушы күшке айналдырыңыз. Байлыққа жету амалын әркім өзінше ойластырады. Ал сіз қандай істі қолға алмақсыз? Акция сатып аласыз ба, әлде жеке компания ашасыз ба? Нені ойласаңыз да ісіңіз сәтті болып, алға ұмтылыңыз. Бұның бәрі сіздің болашақ өміріңізге әсер ететін болады. Қандай іске ниет етсеңіз де сол туралы ойыңызды барынша нығайтыңыз және ұсақ-түйегіне дейін әбден пысықтап алыңыз. Адам баласы бір нәрсені алдын ала ойлап алмайынша, оны ештеңе жасай алмайды. Яғни, ойдың күшін пайдалану арқылы оны сіз шындыққа айналдыра аласыз. Өмірді жақсарту үшін сіз бай болуыңыз керек. Тек солай ғана қоғамға пайдалы боласыз, елге көмектесе аласыз. Айналадағы адамдар үшін жасампаз тұлғаға айналатын боласыз. Ендеше, сіздің басты мақсатыңыз өзгелерді жетістікке жетелеу үшін өз ойыңызды жүзеге асыру болып табылады. Сіздің бүкіл іс-әрекетіңіздің бастапқы нүктесі ол өзіңіздің ойларыңыз екенін есіңізден шығармаңыз. Сізге осындай финанс туралы әңгімелер сізге ұнайды ма? Егер ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз ойыңызды жаза кетіңіз.